Ауылдағы бір үйде геолог Эбби әпкесі бетпен бірге уақыт өткізіп жүр. Олар жақында анасынан айырылғандықтан, бір-біріне сүйеу болып, қайғысын бірге көтеруге тырысуда. Алайда тағы да қайғы орнайды, бетке жедел дамыған лейкемия диагнозы қойылады. Дәрігерлердің ешқайсысы оның жағдайын қолына алмайды. Себебі көмектесудің жолы жоқ. Бірақ Эбби берілмей, шетелде этикаға сай емес ем көрсететін клиника барын біледі. Бетті сонда жіберу үшін Эбби өте қауіпті жұмысқа баруға мәжбүр болады. Көп ұзамай Эбби Ресей шекарасына жақын, Кавказдың Грузин тауларына жетеді. Оны жеке металл өндіру компаниясы уран кенін іздеу үшін жалдаған. Әкесі мұны қолдамайды, өйткені Эббидің жақсырақ мансап құра алатынын, ал компанияға жұмыс істеу өзін қор қылатынын ойлайды. Бірақ Эбби үшін әпкесін құтқару бәрінен маңызды еді. Ол тіпті алдын ала төлем сұрайды. Бірақ бастығы егер уран таппаса, ақша бере алмайтынын айтады. Эбби мен әріптесі Сергей уран іздеп ұзақ уақыт өткізеді. Бірақ еш нәтиже шықпайды. Олар белгіленген аумақта жүруі тиіс еді. Алайда Эбби орманға кіріп, іздеуді жалғастыруға шешім қабылдайды. Сергей бұған қарсы болып, оның қауіпті екенін айтады. Сонда Эбби оның қаруын тартып алып, оны жалғыз қалдырады. Ормандағы түрлі үрейлі дыбыстар бастапқыда Эббиді сәл қорқытады. Бірақ көп ұзамай ол ерекше қара тас тауып, тынышталады. Базада сынақ жүргізгенде тас өте ыстық болып тұрғанын байқайды. Бірақ оның не екенін анықтай алмайды. Осы кезде әкесінен қоңырау түседі. Ол бетті клиникадан алып шығып, туған туыс арасында соңғы күндерін тыныш өткізуге шешім қабылдағанын айтады. Эбби бұл ойға қарсы болып, өзі үйге барып, бәрін реттейтінін айтады. Дәл сол сәтте ғимарат қатты шайқалып, жарықтар жыбылықтайды. Бұл аяқталған соң Эбби заттарын жинап, Сергейден өзін әуежайға жеткізуін сұрайды. Ол тікұшаққа отырып үйіне қайтады. Ұшқыштармен сөйлесіп отырып, олардың Ресейге шекараға жақын ұшып бара жатқанын естиді. Бұл арқылы олар аңғардың кімге тиесілі екенін көрсеткісі келеді. Бірнеше сағаттан кейін Эбби биікте ұшып жүрген құстарды көріп таң қалады. Алайда ұшақ бағытын өзгерткенде, ол олардың құс емес, ысқырған дыбыс шығаратын жұмбақ қара көлеңке екенін байқайды. Ұшқыш оның жақындап келе жатқанын айтып үлгереді. Содан соң тікұшақ қатты шайқалып, қара көлеңке терезелерді қоршайды да ғайып болады. Содан кейін тікұшақтың барлық жүйелері істен шығады. Радиода өшеді. Дереу қону қажет еді. Бірақ қозғалтқышта тоқтап қалады. Тікұшақ биіктігін жоғалта бастағанда, Эбби белдігін тағып деміне көңіл бөледі. Көзін жұмып, апат сәтін көрмеуге тырысады. Есінен айырылған кезде ол түсінде әкесіне ештеңе жасамауын айтып, жақында оралатынын уәде етеді. Ақыры ол оянып, тікұшақ қирандыларының ішінде қаны ағып жатқанын көреді. Тіпті тікұшақтың бір бөлігі өртеніп кеткен. Ұшқыштардың бірі қаза болған, ал екіншісін Эбби таңып, жарасына қысым жасауды тапсырады. Сыртқа шығып көмекке айғайласа да, ешкім келмейді. Қайтып келгенде, ұшқыш оған төтенше радио қолдануды үйретеді. Бірақ қанша тырысса да, ешкім жауап бермейді. Картаға қарап, Эбби ең жақын жолдың оңтүстікке қарай 60 шақырым жерде екенін есептейді. Ол жәшіктерді бұзып, үлкен от жағып, алыстан көрінер деп үміттенеді. Келесі таңертең екінші ұшқыш та көз жұмады. Эбби дүрбелеңге түсіп, жалғыз қалғанын сезгенде қатты жылайды. Кейін тікұшақ ішінде ұйықтап жатып, әлсіреген бет туралы түс көреді. Содан оянып кетеді. Эбби сыртқа шығып, оттың жанында жылынбақ болады. Бірақ от әлде қашан сөніп қалған еді. Берілмей, ол тікұшақ ішіндегі барлық пайдалы заттарды жинайды. Қару, ракетница және тағы басқа керек жарақтарды. Киімін қабаттап киген соң, компас арқылы оңтүстіктегі жолды іздеуге шығады. Бірақ тікұшақтан алыстай бергенде, ол радиодан шыққан шуылға ұқсас дыбысты естиді. Дереу кері жүгіріп келеді. Бірақ тікұшақтағы ештеңе істемейді. Сәлден соң дыбыс тағы шығып, ол оның ұшқыштың беліндегі радиодан екенін түсінеді. Өкінішке қарай, ол пайдаланбақ болғанда, радионың батареясы отырып қалады. Сол себепті Эбби тікұшақтың нұсқаулығын алып, кабельдер мен қуаттау орындарын қарап шығады. Радионы қуатқа қосып қойып, күтіп отырған кезде, ол қайтадан жұмбақ қаратасқа үңіледі. Ақыры радио қайта қосылып, Эбби Джон есімді америкалық ұшқышпен байланысады. Оның да ұшағы осы маңда құлаған екен. Алайда Джонның аяқтары қыстырылып қалғандықтан қимылдай алмайды, әрі антеннасы сынған. Эбби антеннаны жөндеп, көмек шақыруға болатынын түсінеді, оның қай жерде екенін сұрайды. Джон картада табуға болатын бір белгі көрсетіп береді. Эбби оны іздеуге аттанады. Джон үнемі оны тоқтатуға тырысып, бұл қауіпті аймақ екенін ескертеді. Бірақ Эбби тыңдамайды. Жол бойы олар сөйлесіп отырады. Тауға өрмелеп келе жатып, Эбби ақшаның әпкесінің емі үшін қажет екенін айтып, тоқтап, көз жасын тыяды. Джон 1 миллионнан 1 мүмкіндік бар дегенде, Эбби қайтадан жігерленіп, әрі қарай жүреді. Ол әпкесінің бұдан әрі күресудің қажеті жоқ деген сөзін есіне алады. Бірақ Эбби оған ешкім күреспей жатқанын айтып,
көз жасына ерік бере. Джон болса, Эббидің әпкесінің қолдауын бақыт деп бағалайды. Эбби ең биік жерге жеткенде әрі қарай көтерілу мүмкін болмайды. Сондықтан айналып өтеді. Жаңа бағытта жүріп отырып, ол байқамай жанындағы қара тастардан өтіп кетеді. Осылайша орманды аймаққа жетіп, түнде сол жерде демалуға шешім қабылдайды. Джон енді ауырсынуды сезбейтінін, себебі төменгі жарты денесін мүлде сезбейтінін айтады. Эбби от жағып, бұтақтардан паналайтын орын салады. Бірақ жаңбыр жауып, отты сөндіріп тастайды. Сол сәтте ол сөмкесінде бір нәрсе жылы қимылдап жатқанын сезеді. Ол жұмбақ тас еді. Эбби оны қолымен ұстап көргенде, беткі қабаты ерекше реакция беретінін байқайды. Джон оған жасаған жұмысы үшін ұялуға болмайтынын айтып, өзінің әскери адам екенін аңғартады. Таңертең Эбби жолын жалғастырып, қалың қар басқан аңғарға жетеді. Суық жел соғып, ол қайта-қайта сүрініп қалады. Өзенге тап болғанда тоқтап, суын толтырады. Бірнеше сағаттан кейін ол тағы да таулардың қоршауында қалғанын көреді. Картада жақсырақ жол көрсетілмегендіктен, ол өрлеуге мәжбүр болады. Күші жеткенше жаяу жүреді, ақыры өрмелеуге тырысқанмен дереу құлап қалады. Джон оған кері қайтуға кеңес береді, өйткені бәрін құтқару мүмкін емес дейді. Бірақ Эбби ашуланып, үнемі тоқта деген сөзді естуден шаршағанын айтады. Ол дәл қазір қолдау мен үмітті қажет етіп тұрғанын түсіндіреді. Ақыры Джон оның таңдауы екенін айтып, сәттілік тілейді. Эбби қолғаптарын шешіп, қайта өрмелей бастайды. Енді ол жақсырақ ілініп, баяу болса да алға жылжиды. Біраздан кейін ол аяғын тірейтін орын таппай қалады. Осыны Джонға айтқанда, ол өкінішті, сен менің сүйіктілерімнің бірі едің деп байланысын үзіп жібере. Абдырап қалған Эбби қайта шақырса да, еш жауап ала алмайды. Содан соң ол бір құралды алып, тастың арасына қыстырады. Бірақ оған шыққанда құрал сырғып кетеді. Эбби терең тыныстап ойланады да, жұмбақ тасты есіне алады. Бұрын дәрігер оған кереметтер болмайды деген еді. Бірақ қазір оның қолымен тас пішінін өзгертіп тұрғандай әсер бере. Ол тасқа жіп байлап, таудың қабырғасына қағып, тіреу ретінде қолданады. Осылайша Эбби аяғын нық басып, соңғы бөлікке өрмелеп, шыңның ең жоғарғысына шығады. Эбби орнынан тұрған сәтте жіп тасты тартып алып шығады. Сол сәтте аспанда жарқ-жұрқ еткен дыбыс шығарып, жұмбақ көлеңке ұшып өткенін көреді. Ол дүрбі алып, алыстан жарық шамдарды байқайды. Бұл әскери базаға тиесілі еді. Эбби бұтақтар мен шөптерді жинап, үлкен от жағып, біреу байқап қалар деп үміттенеді. Сондай-ақ қай бағытқа кетіп бара жатқанын көрсету үшін жерге тастардан жебе салып қояды. Бірнеше сағаттан соң радиоға Джон қайта шығып, Эббиге өзіне назар аудартуды доғаруды ескертеді. Ол бұл аймақты ресейліктер бақылап отырғанын айтып, олар сигналды көрсе көмектеспей, оны өлтіруге шығатынын ескертеді. Эбби қатты абыржып, тас төселген қыраулы беткейден сырғып түсіп, аяғын жарақаттап алады. Джонның үнемі зекігеннен шаршаған Эбби радионы өшіріп, жарасын таңуға кіріседі. Сол кезде радио шуылын қайта естіп, аймақта патрульде жүрген солдатты байқайды. Ол дереу қаша жөнеледі. Бірақ жарақаты мен қардың қалыңдығы салдарынан жүру өте қиынға соғады. Қолына таяқ алып, соған сүйенеді. Орманнан өткен соң, ол ескі қираған ғимараттарға кезігіп, жасырынып әрі демалу үшін ішке кіреді. Ішінде талай бүлінген заттар мен орыс шапқыншылығы кезінде қырылған отбасылардың суреттері де бар еді. Бөлмелердің бәрін тексеріп шығып, от жағуға жарайтын нәрселер табады. Сондай-ақ естеніп кеткен нанды көріп лоқсып қала. Ұшақтан қалған алғашқы көмек қобдишасымен қолдарын таңып, мерзімі өткен дәріні ішіне егеді. Иықтар алдында ол беттің суретіне қарап, оның қандай азап шегіп жатқанын ойлайды. Түнде Эбби бетпен бақытты кездерін және ауруханадағы сәттерін түс көреді. Бет клиникадан шаршап, соңғы күндерін отбасымен өткізгісі келген еді. Бірақ Эбби оны сонда қалуға мәжбүр етті. Жаңа жұмысқа аттанар алдында бет оған, сен мұны мен үшін емес, өзің үшін істеп жатырсың деген болатын. Таңертең Эбби радио даусынан оянып кетеді. Терезеден қараса, әлгі солдат жақындап келе жатыр. Эбби қатты қорқып, есікті бөгеп, терезенің астына жасырынып, аузын қолымен жабады. Солдат ішке көз жүгіртеді, бірақ оны байқамай әрі қарай кетеді. Әлі де терезелерді тексеріп жүргенде, Эбби сөмкесін таяқпен ақырын тартып, ішінен қару алмақ болады. Бірақ оқ жатар жерге түсіп кетеді. Шудың дауысын естіген солдат есікті ашпақ болады, бірақ аша алмайды. Ол басқа кіретін жол іздеп жүргенде, Эбби қаруын әзірлейді. Көп ұзамай солдат оны тауып алып, мылтығын кезеніп, орысша бірдеңе айтады. Қатты абыржыған Эбби оқ атады. Оқ солдаттың мылтығына тиіп, кейін аяғын жаралайды. Эбби оның қаруын және сөмкесін алады. Солдат Иван деген есімді қайталап айта береді. Ол мылтығын тастап, зиян тигізгісі келмейтінін көрсетеді, сөмкені ашады. Ішінен фонарик,
темекі және Эббидің тасы сияқты қара тас табады. Дәл сол кезде солдаттың радиосынан Джонның дауысы шығып, «Сен менің сүйіктілерімнің бірі едің» дейді. Солдат та Иван екенін растайды. Эбби қатты абдырап, екеуін алдап келгенін түсінеді. Дауыстың өзі: «Сен бетті тағы көргің келмей ме?» деп сұрайды да байланыс үзіледі. Осыдан кейін Эбби солдаттан кешірім сұрап, аяғын таңып, оны диванға жатқызады. Солдатқа радиодағы дауысты іздеп баратынын, ал өзі болса базаға хабарлап, егер аймақта көрсе, атпауын өтінуін сұрайды. Бірақ ол оны қаншалықты түсінгеніне сенімді емес. Олар бірге орманнан шығуға тырысады. Бірақ екеуінің де аяғы жаралы болғандықтан сүрініп қабына береді. Тоқтаған сәтте Эбби тасты шығарып алып, аспандағы жарық жұрқ еткен дыбысты естиді. Сол кезде ол тастың көлеңкені өзіне тартып, тікұшақты құлатқанын әрі радиоға кедергі жасағанын түсінеді. Сондықтан да тікұшақтағы радио оның алыстағаннан кейін қайта істеген екен. Қатты ашуланған Эбби тасты алысқа лақтырып, айғайлап жылап жібереді. Эбби мен солдат қар басқан аңғардан өтуді бастайды. Әр қадам сайын қар ығысып, мұздың үстінде келе жатқандарын түсінеді, бұл көл екен. Эбби солдаттан қашықтау жүреді, өйткені екеуі бір нүктеге салмақ түсірсе, мұз жарылып кетуі мүмкін. Кенет ол жарық жұрқ еткен дыбысты естіп, артына бұрылғанда, солдаттың ғайып болғанын көреді. Оны іздеп жүргенде, аяқ астындағы мұз сынып, Эбби суға құлап кетеді. Әупірімдеп жүріп, ол бетке жабысып, көп қиналғаннан кейін сыртқа шығады. Жел қатты соғып, көз алдындағы көрініс тұманданғандықтан, ол бағыттан адасады. Көмекке айғайлайды, бірақ тоқтамай жүре береді. Ақыры орман шетіне жетіп, солдаттың тастаған темекісін көреді. Титықтаған ол су киімін шешіп, ұйықтайтын қапқа кіріп, денесін жылытуға тырысады. Сол сәтте радиодан Джонның дауысы қайта шығады. Ол да осылай болғанын айтады. Қатты ашуланған Эбби радионы лақтырып жібереді. Бірақ Джонның әңгімесін әлі де естиді. Ұшағы құлаған соң, ол экипажының біртіндеп қаза тапқанын көруге мәжбүр болғанын баяндайды. Жүрегі баяулаған кезде бәрі бітті деп ойлаған. Бірақ соңғы сәтте құтқарылу жолын тапқан екен. Эбби қайтадан бетпен бақытты күндерін түс көреді. Ояна сала тікұшақтың дыбысын естіп, орманнан жүгіріп шығып, назар аудартуға тырысады. Бірақ ұшқыштар оны байқамай, тікұшақ ұшып кетеді. Суық денесіне қатты әсер етіп, ол тізерлеп отырып, беттің үйге қайт деген даусын естиді. Есінен танып, ойылған жерге құлап, үңгірге түседі. Денесі қатты тастардан домалап, шағын су қоймасына келіп түседі. Жанына қараса, Джонның шіріп кеткен денесі суда жүзіп жүр. Үсті жұмбақ қара таспен қапталған. Судың түбі де осы қара затқа толы, ол Эббидің денесін басып алуға тырысады. Бұл зат шын мәнінде бір мән екені белгілі болады. Ол шынайы адамдардың дауысын қолдана отырып, Эббиді, солдатты да алдап, 65 жыл бұрын Джонды да осылай торға түсірген. Эбби есін жиғанда, қуаң жерде отырғанын көреді. Айналасында тастар қалықтап тұр, ал мән Джонның даусымен оны құттықтап, оның өзгелер сияқты құламай шыққанына таңданады. Эбби оған апаттардың бәрін әдейі жасадың деп айыптайды. Бірақ мән, мұнда сені әкелген шешімдердің бәрі өзіңдікі дейді. Қалықтаған тастар жартылай адам пішініне айналады. Дауыстың айтуынша, Джон аман қалу үшін осы мәннің бір бөлігі болуға келіскен. Енді Эббиге де сондай мүмкіндік беріліп тұр. Бірақ Эбби бас тартып, тек үйіне қайтқысы келетінін айтады. Дауыстың жауабы: сен қазірдің өзінде үйдесің дегенде, артында беттің үйі пайда болады. Көрінбейтін күш оны ішке итеріп кіргізеді. Үйдің ішінде қара тастар үйіліп жатыр. Мән оған: өлімнен қорқасың, оны жеңуге құмарсың, егер маған берілсең, бұдан құтыласың дейді. Эбби бөлмеден бөлмеге қашып жүріп, сыртта тұрған бетті көреді. Дереу сыртқа жүгіріп шығады, ал бет оның қолынан ұстайды. Кенет Эбби әпкесінің үйінде оянып, беттің сау екенін көреді. Жарық жұрқ еткен дыбыс әлі шығып тұрғанда, ол бетті құшақтап жылайды. Алайда ауруханадағы көрініс көз алдына келіп, мұның мәннің тудырған елесі екенін түсінеді. Эбби әпкесін шектен тыс қинағаны үшін кешірім сұрап, қоштасады. Үйден шықпақ болғанда, радио арқылы мән оны қалып қоюға үгіттейді. Мұнда сен қалағаныңның бәрі бар. Бірақ Эбби қарсы шығып, өмір мен өлімнің бір-бірінсіз болмайтынын түсінгенін айтады. Бетте қалуын өтінеді. Бірақ Эбби есікті ашып, боранға шығып, көмекке айғайлайды. Сол сәтте Эбби ұйықтайтын қаптың ішінде оянады да, қолында ракетница барын есіне түсіреді. Оны жағып үлгерген кезде, тікұшақ қайта келіп, оны құтқарып алады. Келесі 2 күн бойы Эбби ауруханада жатып, қалпына келеді. Оянғанда, ол Сергей мен әжесінің пәтерінде болады. Сергей оған демалғаны дұрыс дейді. Бірақ Эбби үйіне қайтқысы келеді. Сондықтан ол оны әуежайға апарып салады. Біраз уақыттан соң Эбби әкесімен бірге беттің үйіне келеді. Мұнда әпкесін медбике күтіп жатыр. Беттің уақыты аз қалғанын білген соң,
Эбби мен әкесі сыртқа шығып, көз жасын тияды. Кешке медбике уақыттың жеткенін хабарлайды. Эбби мен әкесі беттің қасына отырып, оны жұбатады. Ол ақырында жан тапсырады.